Жақсы адамдарым кем емессіңдер. Патшадан бәрін шақты. Саған бұл қайттан түсіңе ұлан кірді ма? Неге? Түні ой ұлан деп айқайлап шықтың ғой. Жау. Сол ұлан есім бар ғой, біздің үйде атамайықшы. Оған неге ренжисіңдер? Өздеріңіз бе тып-тыныш жатқан адамды қалаға алып келген? Оны неге жақтап атсың? Ұнап қалды ма не ұлан? Қойшы, оның түрі онша емес қой. Мен түрімше. Да, здесь классно вообще. Свежий воздух. Мне нравится. А еще ты мне нравишься. Я знаю. Да, ну, Гүлбану, қалайсыңдар, не істеп а? Қытыр жүрсің ба? Городской, а? Оранжевый. Сен біздің ауылдың қыздарымен жүруге разрешениең бар ма? А? ПЦР тестің бар ма біз ауылда жүретін? А? Қашқария, а? Ұнамайды маған. Ауылды неге осылай көрсетесіңдер? Ауылды көтеру керек, қаланы сынау керек. Жоқ, бірінші болса, ауылдың жігіттерін бүйтіп бұзық көрсетесіңдер. Ұлан, бұның барлығы драматургия бойынша. Халықты тарту керек, көрерменді қызықтыру керек деген сияқты. Бұл киноға түсіріп жатқанымыз. Жоқ, болмайды, нашар. Вот мен өзім сценарий жазып келдім, осыны оқып көріңізші. Өзің жаздың ба? Иә? Жарайсың, мықты. Жазатының бар ма? Мен жазам, ән айтам ғой тағы. Жақсы, мен уақыт болғанда қарап шығайын онда. Иә, көріңдер. Иә? Шай алып баршы бірге. Жақсы жігіттер, еңбек етіңдер, халық қарап отыр. Мән бермей ақ қойыңыздар Ұланға. Қайсы? Сіз беріңізші.